Қара жігіт. Қадым заманда жайқын теңіздің қабағында бір күшті ханның уәлаяты болыпты. Бұл уәлаятты Темір Мырза деген ұлық билепті. Бұл хан есепсіз бай адам екен. Атағы күндей күркіреп шартарапқа жайылыпты. Ханның қазынасында сансыз асыл тастары, алуан түрлі өрнек салған қару-жарақтары һәм алтын, күмістен құйып жасалған неше түрлі ыдыстары бар екен. Дүниеде мұнdan бай адам болмапты. Барша халық байлығына таң қалып тағзым қылыпты. Ханның байлығынан да асқан бір қымбаты бар екен. Бұл қымбатына дүниенің небір асылын тең көрмепті. Бұл оның Зайра деген қыз еді. Қыздың сұлулығы тірі жанда жуық еді. Оның жібектей қара шаштарына бір қабат желдің самалы тимеген, мойылдай қара көздеріне бір қабат күннің сәулесі түспеген. Тіпті кешке жақын бақ ішіне гүлдердің жұпар иісімен дем алып, рахаттанбаққа серуенге шыққанда гүлдердің өзі иіліп тағзым қылған һәм айдың жүзі бұлтпен жабылған. Мұндай сұлу перизат бүкіл дүниеде бұрын-соңды болмаған. Небір бекзат, батыр жігіттер ханшаға ғашық болып, қыздың көздеріне көзі түскенде естерінен адасып, жанын пида қылыпты. Ханша да бірде бұрын хош көріп қаламапты. Һәм ешкім батып, ханшаның жанына барып, сен аламын деп айта алмапты. Барша халық мұның қол астына қарған бұқарасы болатын. Оның үстіне ханшаның өзі де күйеуге темін деп ойламайтын. Ата-анасының қолында тұрғаны қуаныш көретін. Ал қызының бойы жетіп қалғаны Темір Мырзаның ойына да келмейтін. Осылайша біраз заман өтіп жатты. Жыл сайын Темір хан қызының туған күнін қуаныш қылып, халықты жинап тамаша той қылады екен. Той болады деген күні халық ертемен жиналады. Мешіттердегі молдалар мен имамдар хан менен ханшаның қайырлы дәурен сүрмегіне дұға оқиды. Ханның өзі тұрған шаһарда жігіттер күштіліктері мен батылдықтарын, ептіліктері мен шапшаңдықтарын, бар өнерлерін көрсетіп, түрлі ойындар өткізеді. Ат шаптырып, бәйге ұйымдастырады. Палуандарды күрестіріп, тамаша қылады. Кім-де-кім топ жарып озып шықса, сол адамға ханшаның өзі жез қармақтай майысқан нәзік қолымен батырға деген жазу жазылған алтын тостаған беріп тұрады. Жылдағыдай өнер көрсетіп жүрген жігіттердің арасында осы жолы бір жігіт бүкіл елді таң қалдырды. Бұл жігітке ханшаның да көзі түсті. Ол өзі сымбатты, тұлғалы сұлу жігіт екен. Астына ойнақтатып қара арғымақ мініпті. Асылдан соққан қара жарағын жарқыратып асынып алыпты. Бәйгеге ат қосқанда алдымен келген соның аты болды. Ешбір жігіт мұны қуып жете алмапты. Мылтық атып найзаласқанда бәрінен өнері асып түскені сол жігіт еді. Перизат ханша бұл батыр жігіттен көзін айыра алмай қалды. Ғашықтық оты жүрегіне байланып, ғұмыр бойы бұл жігітпен болсам екен деген тәтті арман көңіліне ұялады. Жігіт бәйгеге тігілген сайын алғалы жақындап келгенде, Зайра ханшаның жүрегі алып ұшып, буыны құрып, алтын тостағанды қолынан түсіріп ала жаздады. Тамаша біткен соң, тойға жиналғандар әлгі ешкімді тең келтірмеген батыр жігіт кім болды екен деп бір-бірінен сұрастырса, оның кім екенін ешкім білмепті. Оның қайда жоқ болып кеткенін де ешкім көрсетіп айта алмайды. Содан ел оның есімін қара жігіт деп атап кетіпті. Алайда қара жігітті тойдан соң ешкім көріп білмепті. Сонда да ол ханшаның көңілінен кетпей, түнде түсінен шықпай, күндіз көз алдына елестеп тұратын болыпты. Қыздың күннен күнге ғашықтығы артып, жүрегі оттай күйіп жанып, күні-түні ойлаумен ғұмыр кешіпті. Күндерде бір күн Зайраны көрші елдің ханның баласына қайтарып жаушы келеді. Ханшаның әкесі әр ойланып, бер ойланып, қызын бермек болады. Ол қызына жиналып, даярлана бер дейді. Зайра ханша болса, қара жігітті ұмытпаған еді. Сондықтан да оның күйеуге баруға көңілі болмады. Ол, жүрегімнің қуанышы ғашығым келіп қалар деп, әлі де болса күндерін үзбеген еді. Ақырында Зайра амал ойлап, неге болатын күнді ұзартып тұруға бел буады. Сөйтіп ханның баласына сөз салдырады. Егер де мені алам десе, теңіздің жағасына биік етіп мұнара тұрғызсын дейді. Күйеу жігіт қыздың айтқанын орындамақ болып, мұнараны 40 күн 40 түнде тұрғызып шығады. Ғашығын ойлап сағы сынған ханша, мұнара біткен соң тойда мұнара басына көтерілгенде күйеу жігітті көреді. Ол қара жігіт болып шығады. Көрші елдің ханзадасы екен. Содан кейін ханша мен қара жігіт ұзын әрі бақытты ғұмыр кешіпті.